Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгінгі біздің тақырып аралар жайлы болады. Неге аралар адамды шаққаннан кейін өледі? Неге аралар өздеріне жеткілікті болса да балды көп жасайды? Осы және өзге де аралар туралы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Егер сізді ара шақса, шаққан жер істейді, ауырады және қышитын болады. Біздің көбімізді ара шаққаны белгілі. Араның шаққаны сондай жағымсыз. Себебі ол өзінің инесін теріге тығып уын төгеді, уда ақуыздар болады. Сондықтан ол жер ауырады және иммунитетке терінің клеткаларына әсер етеді. Бірақ бұның бәрі адамға ешкім емес. Ауырғаны біраздан соң басылады. Ал шақ болған араның жағдайы не болады? Көрейік. Ара шаққаннан кейін кішкенеден соң өледі. Неге? Араның шағатын орны кішкентай ғана ине немесе тікенек секілді жіңішке болады. Ол адамды шаққаннан кейін өзінің инесін тартып ала алмайды. Осы себептен ол тезірек ұшып кету үшін инесін өзінің құрсағымен бірге тастап кетеді. Яғни ішін сол шаққан жеріне қалдырып кетеді. Және сол құрсағындағы жарты өмір сүруге керекті мүшелері де сонда қалып қояды. Негізі аралардың отбасы өте үлкен болады. Шамамен бір омартада 20 мың мен 50 мыңның шамасында ара сыяды. Осы себептен бір араның өліміне ешкім қатты мән бермейді. Ал өзіміздің дініміз исламға келетін болсақ, онда араның адамды шаққаннан кейін өлетін себебі балды улап алмас үшін делінген. Яғни ара ауру адамды шағып алып, оның қанымен барлық омарта мүшелерін ауыртып, балды улап алмас үшін. Ал бал зиянды бола алмайды. Себебі жаратушымыз балды ем деп айтқан. Негізі араларды 100 миллион жыл бұрын пайда болған. Ал адамдар араларды 4500 жыл бұрын ұстай бастаған деп айтады. Аралар өздеріне қанша бал керектігін білмейді. Сондықтан әр ара өмірінің соңына дейін тынбай еңбек етіп, шамамен 0,4 мл бал жасайды. 40-50 мың арасы бар омарта бір жылда 20-30 кг бал жасай алады. Осының өзінде әр жұмыскер араға қатты еңбектену керек болады. 1 килограмм бал жасауға 4 миллион гүлге барып, әр араға 150 мың километр ұшып өту керек болады. Тағы да бір қызығы, араның екі қарынының бірі шәрбат, яғни нектар сақтауға және өңдеуге арналған. Оның көлемі 40 миллиграмм. Осы себептен оны толтыру үшін араға 1000 гүлден шәрбат алу керек болады. Осыған араға 1 сағат уақыт керек болады. Осымен біздің аралар жайлы видеомыз өз мәресіне келіп жетті. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.